Қарғалы ауданы ауыл шаруашылығына маманданған аймақ. Бұл салада 22 серіктестік, 178 шаруа қожалығы және 14 кооператив жұмыс істейді. Петропавловка ауылында алма шаруа құрылымда картоп, қырыққабат, қызылша және сәбіз өсіріледі. Өнімдер Ақтөбедегі ірі сауда желілерінің сөрелерінде сатылуда. Ал Желтау ауылдық округінде тамшылатып суару жүйелерін қайта құру шаруалар үшін үлкен қолдау. Ауыл шаруашылығы саласындағы жалпы өнім 10 миллиард 276 миллион теңгені құрады. Бұл көрсеткіш былтырғы жылмен салыстырғанда 3%-ға артық. Аудан бойынша енді 6694 суармалы жер бар. Оны енді 5653 гектар ол шаруашылық субъектілерінде. 1000-нан астам гектары ол деген жеке үйлердің қосалқы шаруашылық жерлері. Ауданда өнеркәсіпте өркендеп келеді. 2016 жылдан бастап Қарғалыда қиыршық тас өндірумен айналысатын Тасарман Ақтөбе компаниясы жұмыс істейді. Инвестициялардың жалпы сомасы 279 миллион теңге. Бүгінде кәсіпорын дайын өнімді сатуда қиындықтарға тап болып отыр. Мощность у нас получается 2000 кубических метров, это в сутки. Кәсіпорынның өнімді өндіру қуаттылығы тәулігіне 2000 текше метр. Биыл жоспар бойынша 158 000 текше метр өнімді өндіру көзделген. Өздеріңіз көріп тұрғандай кәсіпорын аумағында қиыршық тас үйіліп қалды. Өйткені алатын сатып алушы жоқ. 2019 жылдың 8 айында аудан экономикасы 3,5 миллиард теңгемен толықты. Жыл соңына дейін көрсеткіштер көтеріліп 5 миллиард 900 миллион теңгеге жетеді деген жоспар бар. Желден қуат алатын электр станция үлкен. Оны жобаны негізі бәсекелес компания салып жатқан италиялық Eni компаниясы. Осы жерде енді негізгі мердігері салып жатқан, оларға енді субподряд дейді, BI Group корпорациясы, ол қазақстандық компания. Жаңа құнын айтып кеттім, бұл жерде қазір 300-ге жуық адам қызмет істеп жатыр. Соның ішінде біздің ауданның азаматтары қазір 100 адамнан асты енді. Әлеуметтік салаға келетін болсақ, аудан орталығында 70 орындық интернаты бар жаңа мектеп салынуда. Келесі жылы халық игілігіне берілмек. Білім ордасының орны Бадамшаның бас жоспарына сәйкес таңдалыпты. Мектеп-интернатта Велиховка, Бостөбе және Ақжайық ауылдарының оқушылары жатып білім алады. Бұл ауылдарда мектептердің жабылуы бала санының аздығымен байланысты. Бадамша ауылында салынып жатқан 300 орындық мектеп пен 70 орындық интернат құрылысы ол бізге қажет. Себебі Бадамша ауылында екі ғана мектеп қызмет атқарады. Ол номер 1 және номер 2 Бадамша орта мектебі. Номер 1 Бадамша орта мектебі бізде 2017-2018 оқу жылынан бастап 3 ауысымды мектеп болып жұмыс жасап жатыр. Осы мәселені шешу мақсатында жаңа мектеп құрылысы бізде басталды. Аудан орталығында орталық саябақ жанынан спорттық сауықтыру кешені бой көтеруде. Жыл соңында пайдалануға берілетін нысанда жабық және ашық спорт алаңдары бассейн қарастырылған. Болашақта Қарағалыда өнер мектебін салуда жоспарда бар. Гүлбағда Қайратқызы, Мержан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.